Ана тілі терминінің авторы кім деп ойлайсыздар? Әрине, Ахмет Байтұрсынұлы. Ол қазақ балаларының ана тілінде сауатын ашып, қазақ тілінде оқуын жалғастыруға күш жұмсаған ұлт ұстазы. Әліппе мен тұңғыш ана тілі оқулықтарын ғылыми айналымға түсірген ғалым. Ахмет Байтұрсынұлы қазақша әліппе түзіп, яғни араб әліпбиінің негізінде ұлттық әліппеге реформа жасап, өзгеріс енгізіп, лингвистика терминдерін алғашқы болып қалыптастырды. Қазақ тіл білімінің негізгі салаларының дыбыс жүйесінің, фонетика, сөз жүйесінің, морфология, сөйлем жүйесінің, грамматика, ғылыми негізін салып берушілердің бірі және бірегейі. Бұл іргелі зерттеулер бірнеше оқулыққа арқау болып, күні бүгінге дейін маңызын жоғалтқан жоқ. Ахмет Байтұрсынұлы 1910 жылдардан бастап қазақ жазуы мен графикасымен айналыса бастайды. Сол күнге дейін өзге түркі халықтары сияқты қазақтарда пайдаланып отырған араб таңбалары таза сол күйінде қазақ тілі үшін қолайлы емес екендігін біліп, оны қазақ тілінің дыбыс жүйесіне икемдеп қайта түзуді қолға алды. 1929 жылы 1 мамырда өз қолымен жазған орыс тілінде өмірбаянында 1901 жылдардан бастап бала оқытқан кездерден бос уақыттарымда өз бетімен білімімді толықтырдым, әдебиетпен шұғылдандым. Ал Орынборға келгеннен кейін ең алдымен қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен грамматикалық құрылысын зерттеуге кірістім. Одан кейін қазақ алфавитін және емлесін ретке салып жеңілдету жолында жұмыс істедім. Үшіншіден, қазақ жазба жұмысын бөгде тілдік қажетсіз сөздерден арылтуға, синтаксистік құрылысын өзге тілдердің жағымсыз әсерінен тазартуға әрекеттендім. Төртіншіден, қазақ прозасының, яғни іс қағаздар тілін, публицистика мен ғылыми тілін жасанды кітаби сипаттан арылтып, халықтың сөйлеу тәжірибесіне икемдеу үшін ғылыми терминдерді жасауға кірістім, және стильдік өңдеу үлгілерін көрсетумен шұғылдандым деп жазады. Жазу мәселесі деген үлкен мақала жариялап, онда кейбір дауысты дыбыстарды таңбалау жайындағы өзінің пікірлерін айтады. Араб графикасын қазақ жазу үшін былайша лайықтап алуды ұсынады. Бірінші, араб алфавитіндегі жуан дыбыстарының таңбаларын алмау. Екінші, қазақ тіліндегі ы, е, и, о, у дыбыстарының әрқайсына таңба белгілеу. Үшінші, к, г дыбыстарынан басқа дауыссыз дыбыстармен келген сөздердің жіңішкелігін, яғни қазіргі ә, е, у дыбыстармен айтылатындығын білдіру үшін сөздің алдынан дәйекше таңба қою. Сонымен қатар оның 1912 жылдардан бастап ұсынған осы алфавитті негізге алған жаңа жазуы, жаңа емле іс жүзінде қолданыла бастады. 1915 жылы осы емлемен жазумен 15-те қазақ кітабы басылып шығыпты, және бұл жазуды жаңа емлені 1912 жылдардан бастап мұсылман медреселер мен қазақ орыс мектептерде қолданады. Араб әріптері негізінде лайықтап жасалған қазақ графикасы 1924 жылы Орынборда маусымның 12-сінде басталған қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде талқыланады. Ғалым қазақ тілі фонетикасы мен грамматикасына қатысты категориялардың әрқайсына қазақша балама ұсынды. Осы күнгі қолданып жүрген зат есім, сын есім, етістік, есімдік, одағай, үстеу, шылау, бастауыш, баяндауыш, анықтауыш, сөйлем, қаратпа сөз, қыстырма сөз, леп белгісі, сұрау белгісі, тағы басқа саналуан лингвистикалық ғылыми пән сөздердің баршасын Ахмет Байтұрсынұлы қалыптастырды. Біз бүгін шағын несие алу деп жүрген мәселе туралы Ахмет Байтұрсынұлы уақ қарыз мақаласында ел арасында уақ қарыз беру мен алу ісін қалай ұйымдастыру қажеттігін талдап түсіндіріп берген. Уақ қарызды тиімді ұйымдастырған жағдайда халыққа пайдалы болатыны дұрыс көрсетілген. Мақалада көтерілген мәселелер қазіргі нарықтық қатынастар қалыптасып келе жатқан кезеңде өз мәнін жоймаған. ОФ туралы қазаққа сырттай телінген тәуелді жұрнақтың қажетсіз екенін, оның орнына ұлы, қызы деп жазу керектігін сол кездің өзінде дәлелдеген. Біз бүгін үйреніп кеткен ОФ-дың қазақ баласына атасы, әкесі тегін ұмыттыру үшін қасақана жасалғанын түсінсек те, әлі де өз тегімізді осылай жазуда баяулық бар. Ахмет Байтұрсынұлы тіл бірліктерін қолданудың да қазақ танымына сай төте жолдарын айтады. Мәселен,
қанша, неше сұрау есімдіктерінің қай жағдайда қолданылатынын 20 сөзінің реттік нұсқасы 20-шы емес, 20-шы екенін дәлелдеп көрсетуі оның нағыз тіл тамыршысы екенін дәйектейді.